Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фигуралар салу. Сабағымыздың мақсаты әртүрлі фигураларды салуды, фигуралардың қиылысу және бірігу аймағын табуды үйрену. Тік бұрышты және тік төртбұрышты қалай салу керек екенін есіңе түсір. Тік төртбұрыш сал, оның қарама-қарсы қабырғалары туралы не айтуға болады? Балалар, кез келген фигура салу үшін біз не істейміз? Сол фигураның өлшемін білуіміз керек, ол біріншіден. Екіншіден, біз фигураларды салған кезде әртүрлі құрылғыларды пайдаланамыз. Мысалы, тік бұрышты салу үшін біз мына сияқты тік бұрышты сызғышты пайдаланамыз. Мысалы, міне осы тік бұрышты сызғышымызды қойып, тік бұрышты сала аламыз. Мысалы, басқа мынандай транспортерді қолданып, біз міне сүйір бұрыш, доғал бұрышты сала аламыз. Яғни олардың градусына байланысты. Мысалға, былай қойып, не осылай бұрыш салуға болады. Немесе өстіп өлшеп. Яғни біз осы бұрыштың әртүрлі құрылғыларды пайдалана отырып, біз әртүрлі фигуралар саламыз. Мысалы, кәдімгі сызғышты пайдалана отырып, біз тік төртбұрышты саламыз. Мысалы, тік төртбұрышты салайық. Тік төртбұрышты салған кезде ең бірінші сызғышымызбен не істейміз? Екі түзу саламыз. Сосын осы екі түзуді қосамыз. Бұл бізде тік төртбұрыш. Тік төртбұрышты салған кезде біз нені ескереміз? Қандай ережені балалар? Оның қарама-қарсы жатқан қабырғалары тең екенін білеміз. Яғни мына екі қабырға тең өзара, мына екі қарама-қарсы жатқан қабырға тең болып келеді. Енді бастапқыда біз осы тік төртбұрышты салған кезде біз не істедік? Екі түзу салдық. Мына екі түзу бір-біріне қалай жатыр? Параллель жатыр. Яғни бір-біріне қарама-қарсы жатыр. Қиылыспайтын түзулер, яғни мына түзулерді біз қанша былай бетіп соссақ та, олар ешқашан қиылыспайды. Осындай түзулерді біз параллель түзулер деп атаймыз. Параллель түзулер бойындағы кесінділерде өзара параллель болады. Параллель кесінділер әр нүктеде бір-бірінен тең қашықтықта орналасады. Яғни олардың қашықтықтары әрдайым тең, бірдей қашықтықта орналасады. Олардың арасы ешқалай өзгермейді. Мысалы, егерде мына сияқты түзулерді қарастыратын болсақ, не былай. Бұл параллель емес, өйткені мыналар созыла келе, ең соңында не істейді? Қиылысады, мына жерде екеу қиылысты. Демек, бұлар параллель түзулер емес. Суретке қара, параллель түзулер салудың ретін құр, оны әртүрлі орындауға болады. Дәптеріңе параллель кесінділер сал, айналаңнан параллель түзулер мысал бола алатын заттарды тап. Мысалы, параллель түзулерді қалай салуға болады, соны бір-екеуін қарастырайық. Мысалы, бірінші, мына сияқты үш бұрышты сызғыштың көмегі арқылы біз мынандай түзу сызық сызып аламыз. Одан кейін осы түзу сызық сызғаннан кейін астынан сызғышымызды қоямыз, өйткені түзу болу керек. Одан кейін үш бұрышты сызғышты сәл мына жаққа, оң жаққа қарай жылжытамыз да, екінші параллель түзу сызықты сызамыз. Сонда бізде параллель түзулер пайда болады. Бұл бірінші нұсқа, қалай салуға болады. Екінші, сызғышымызды аламыз да, түзу сызық сызамыз. Одан кейін үш бұрышты сызғышымызды қоямыз. Одан кейін қойғаннан кейін сызғышымызды мына үш бұрышты сызғыштың сырт жағына қарай түзеліп қойып аламыз да, мына үш бұрышты сызғышты астына қарай түсіреміз. Түсіріп, екінші мына параллель түзуді сызамыз. Сонда бізде мына сияқты екі параллель түзу пайда болады. Екі параллель түзуді біз не істейміз? Оларға А, Б және МН деген атаулар береміз. Мысалы, күнделікті өмірде біз айналамызда параллель түзулер бола алатын заттарды көре аламыз. Мысалға, көпірдің мына ұстап тұрған нелері астындағы, бұлар да параллель түзу бола алады. Немесе ағаштар өсіп тұрған, бұлар да параллель түзу бола алады. Немесе тоқ сымдары жалғанған, бұлар да параллель түзу бола алады. Немесе пойыздың
жолдары, міне бұлар параллель түзу, немесе былай жатқан ағаштары да параллель бола алады. Немесе жаңадан отырғызылған көшеттерде біз параллель тура түзу бойынша отырғызамыз. Бұлардың барлығы біздің күнделікті өмірде кездесіп отыратын параллель түзулер. Немесе дәптеріміздің жолдары, бұлар да параллель. Немесе жолда өтетін пешеход түзулері, олар да параллель түзулер. Немесе машина жүретін жолда бөліп жатқан ортасындағы сызықтарда, олар да параллель. Яғни айналамызға қарайтын болсақ, параллель түзулер өте көп кездеседі. Нөмір 3-ші мысал, өзің салған тік төртбұрыштың бір бұрышын радиусы осы тік төртбұрыштың еніне тең болатын шеңбер сыз. Фигуралардың қиылысу аймағын бойы, олардың бірігу аймағы не болады? Есімізге түсіріп алайық. Шеңбер дегеніміз не? Шеңбер дөңгелектің шекарасы. Яғни дөңгелектіңіз барлық нүктелері центрден бірдей қашықтықта орналасқан сызықпен шектелген жазық фигура екенін білеміз. Ал ортасындағы О нүктесі ол дөңгелектің центрі болады. Міне бұл центрі. Радиус дегеніміз не? Радиус дегеніміз центрінен оның бойында жатқан кез келген нүктемен қосатын кесінді ол радиус деп аталады. Яғни шеңбердің центрінен басталып. Ал диаметр дегеніміз шеңбердің центрі арқылы өтетін және шеңберді екі нүктесін қосатын кесінді. Яғни шеңбердің екі нүктесін қосатын ортасындағы центр арқылы өтеді кесіндіні біз диаметр деп атаймыз. Есімізге түсті. Және шеңберді біз ненің көмегі арқылы саламыз? Циркульдің көмегі арқылы саламыз. Циркульмен жұмыс істеуді біз білеміз алдыңғы сабақтардан. Енді бізге тапсырма беріліп тұр. Тік төртбұрыш, бірінші бізге тапсырмада тік төртбұрыш салу керек. Яғни сызғыштың көмегі арқылы біз қазір тік төртбұрыш саламыз. Сызғышымыздың көмегі арқылы түзу сызық сызамыз. Осытып екі параллель түзу салып, екі параллель түзуді қосамыз. Яғни бұл бізде тік төртбұрыш, яғни қарама қарсы жатқан қабырғалары тең. Бізге шеңбер сызу керек. Шеңбер сызған кезде, яғни оның радиусы дегеніміз не дедік? Және оның центрінен шеңбердің кез келген нүктесін қосатын кесінді. Яғни егерде біз шеңбердің центрін мына жер деп алатын болсақ, яғни мынау, бұл О нүктесі шеңбердің центрі болсын. Енді оның радиусы осы еніне тең болу керек. Демек, радиусы міне осы. Оның радиусын қалай өлшейміз? Циркулімізді аламыз да, циркулімізді аламыз да, былай, міне осылай бүйтіп қоямыз. Сонда осы енімен бірдей болу керек циркуліміздің ара қашықтығы. Енді осытып қойған кезде міне оның радиусын біз анықтап алдық. Енді ене жақ нүктесін былай бүйтіп қойып, не істейміз? Шеңбер, суретте көрсетілгендей, циркуліміздің басынан ұстап, центр О нүктесіне енемізді бүйтіп қойып, циркулімізді айналдырамыз. Сонда бізде осындай сурет шығады. Бізде міне сонда осындай сурет шықты, яғни оның радиусы біздің тік төртбұрыштың енінің ұзындығына тең. Енді бізге не айтады? Фигуралардың қиылысу аймағын боя дейді. Біздің тік төртбұрыш пен шеңбер қай жерде қиылысып тұр, сол жерді бояймыз. Яғни оның қиылысу жері мына жер, осы жерді осылай бүйтіп бояп қоямыз. Сызғыш пен циркульдің көмегі арқылы біз осындай фигура салдық. Қағаздың ортасына ұзындығы 5 см болатын АБ кесіндісін сыз. Яғни дәптерімізге қазір біз кесінді сызамыз, ол кесіндінің ұзындығы 5 см. Біз білеміз, дәптеріміздің мына екі тор көзі бұл бізде 1 см екен. Демек 5 см болу үшін мен сызғышымды бүйтіп 0-да қойып, мен сызғышымен сіздердің сызғыштарынан өзгеше, сондықтан мен тор көздің көмегі арқылы сызамын. 5 см болатын мен АБ кесіндісін сыздым. Бұл менде АБ кесіндісі.
сәл дәптеріміздің ортасына қарай сызамыз. Өйткені қазір біз шеңбер салған кезде шеңберлер симбай қалмау керек, иә? Сондықтан дәптеріміздің ортасына қарай мына жақта бір шеңбер, мына жақта бір шеңбер сиятындай етіп, ортасына қарай АБ кесіндісін сызамыз. Енді А нүктесінен радиусы 4 см болатын шеңбер сызу керек. Яғни міне радиусы А нүктесі болатын. Демек, біз не істейміз? Мына циркулімізді сызғышымыздың үстіне қойып, оны 4 сантиметрге дейін, яғни өлшеп аламыз, иә? 4 сантиметрге дейін өлшеп аламыз да, арасы, иә, мынаның арасы 4 сантиметр болатындай етіп сызғыштың үстіне қойып аламыз. Одан кейін мына циркуліміздің ине жағын осы А нүктесінің үстіне қойып, мына суреттегідей айналдырып шеңбер саламыз. Міне біз шеңбер сыздық. Оның радиусы 4 сантиметр. Радиусы, яғни міне О нүктесінен оның центрі, иә, бұл бізде радиусы 4 сантиметр болып тұр. Тексереміз міне. 1, 2, 3, 4 сантиметр, иә. Яғни кез келген жерінен дейді. Егерде мен мына центрінен осы нүктеге дейін, яғни міне 1, 2, 3, 4 сантиметр. Бұлайда алатын болсам 1, 2, 3, 4. 4 сантиметр радиусы. Бұлай үстінен алатын болсам да 2, 3, 4. Яғни радиусы менде 4 сантиметрге тең болатын шеңбер сыздым. Мен экраннан шеңбер сендердің дәптерлерінде үлкен сияқты болып көрінеді, бірақ дәптерлерінде 4 сантиметрді болатындай етіп, яғни мына АБ кесіндісін ортасына қарай сәл жылжытып салған дұрыс. Сол кезде мына шеті де сияды, үстіндегі де шеті сиятындай етіп АБ кесіндісін салыңдар. Енді Б нүктесінен бізде міне Б нүктесі бар. Осы Б нүктесінен дейді, радиусы 2 сантиметр болатын шеңбер сыз. Енді радиусы бізде 2 сантиметр болатын шеңбер сызуым керек. Дәл жаңағыдай істейміз. Циркулімізді сызғыштың үстіне қойып, оның арасы 2 сантиметр болатындай етіп қойып аламыз. Немесе егерде сызғыш болмаса, дәптеріміздің тор көздері бойынша, яғни бізге 4 тор көз. Яғни циркуліміздің арасына 4 тор көз сиятындай етіп, сонда бұл 2 сантиметрді құрып тұр. Осындай радиусы 2 сантиметр болатын біз қасы шеңбер сызамыз. Не, радиусы 2 сантиметр болатын шеңбер сыздық. Яғни оны қалай тексереміз? Міне біз мына центрінен және циркуліміздің инесіне осы Б нүктесіне қойдық та, айналдырып осындай шеңбер сыздық. Сонда оның радиусы міне 2 сантиметрге тең болып тұр. Міне 1, 2. Егер мен былай қарай қарастыратын болсам, міне 1, 2. Бұл жерде де радиусы 2 сантиметр болып тұр. Мынандай алатын болсам, 1, 2. Бұл сендерге тексеру үшін көрсетіп жатырмын. Яғни қай жағынан алсақ та 2 сантиметр болу керек. Мына ортасындағы Б нүктесінен кез келген шеңбердің нүктесіне дейін 2 сантиметр болу керек. Сонда бізде осындай міне 2 шеңбер шықты. Енді бізге айтады, фигуралардың қиылысу аймағын боя дейді. Қай жері қиылысып тұр? Міне мына 2 жері қиылысып тұр, бізде. Осы қиылысу аймағын осылай бояп қоямыз. Нөмірі 4-ші мысал, өрнектерді баған түрінде жаз және есепте тексеруді орында дейді. Бірінші, әр тор көзінің ішіне әр бір цифраны жазамыз, бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті жазып, қазір біз баған түрінде қосуды орындаймыз. Бірліктерден бастап қосуды орындаймыз. 4-ке 9-ды қосам 13, үшін жазамын, бірі ойдан. 5-ке 9-ды қосам 14, ойымдағымен 15, 5-ін жазамын, бірі
ойда 4-ке 2-ні қосам 6, ойымдағы мен 7, сонда 753 шықты. Енді тексереміз, қосуды азайтумен тексереміз. Демек 753-тен 299-ды азайтайық. 3-тен 9-ды алмаймыз, сондықтан 5-тен 1 10-дық сұраймын. Мен бұл жерде 13 болады. 13-тен 9-ды азайтсам 4, өзінде 4 қалды. 4-тен 9-ды ала алмаймыз, сондықтан 7-тен 1 сұраймыз. Сонда мұнда 14 болады. 14-тен 9-ды алсақ 5. Мұнда енді 7-міз 6 қалды. 6-тан 2-ні азайтамыз. 4, сонда 454. Келесі. 1000 алынған 69. Қалай азайтамыз? Біз мұна 0-ден алмаймыз. Мына жақта 0-ден ештеңке сұрай алмаймыз, иә? Сондықтан мұна 1-ден 1 1000-дық сұраймыз. Мынаған өзінен 1000 береді. Ол 1000 өзінен 100 береді. Мұна 100 өзінен 10 береді. Сонда мына 10 берген кезден мұнда 100 емес 90 қалды, иә? Мұнда 1000 емес 900 қалды. Яғни 9 деген сөз ғой. 10-нан 9-ды азайтсақ 1, 9-дан 6-ны азайтсақ 3. 90 деген кезде біз мына жерде 90 деп жазбаймыз, 9 10-дық деп аламыз. Сондықтан біз мына 0-дің үстіне 9 деп жазамыз. Азайту 6 тең болады 3, иә? Бұл жерде де 900 демейміз, 900-дік, яғни үстіне 9 деп жазамыз. Сондықтан бұл жерде 9-дың өзі түседі. Сонда бізде 931 шықты. Енді азайтуды біз қосумен тексереміз. 931-ге 69-ды қосамыз. 1-ге 9-ды қосам 10, 0-ін жазам 1-і, ойда. 3-ке 6-ны қосам 9, ойымда мен 10, 0-ін жазам 1-і, ойда. 9-ға 1-ді қосам 10, енді бір қадым алға жылшып жазамыз. Өйткені бұл 1000-дықтар, 1000, иә, бұл бізде 100-діктер орны. Келесі. 459 қосылған 391. 9-ға 1-ді қосам 10, 0-ін жазамын 1-і, ойда. 5-ке 9-ды қосам 14, ойымдағы мен 15, 5-ін жазамын 1-і, ойда. 4-ке 3-ді қосам 7, ойымдағы мен 8. 50-ден 391-ді азайтамыз. 0-ден 1-ді алмайым, 5-тен 1 сұраймыз, сонда мұнда 10 болады. 10-нан 1-ді азайтсам 9. Мұнда енді өзінде 4 қалды. 4-тен 9-ды алмаймыз, 8-ден 1 сұраймыз, сонда 14 болады. 14-тен 9-ды азайтсам 5. Мұнда енді 7 қалды, 7-тен 3-ді азайтсам 4. Сонда 459 шықты. Келесі 1000 алынған 59. 0-дан 9-ды алмайым, яғни басынан бастап не? 1000 сұраймыз, әр қайсына 9 жазамыз да, өзіне 10 жазамыз. 10-нан 9-ды азайтсам 1, 9-дан 5-ді азайтсам 4, 9-дың өзі түседі, сонда 941 болады. Тексереміз, 941-ге қосамыз 59-ды. 1-ге 9-ды қосам 10, 0-ін жазам 1 ойда. 4-ке 5-ді қосам 9, ойында мен 10, 0-ін жазам 1 ойда. 1-ге 9-ды қосам 10, 0-ін жазам, яна 1-ді бір қадым алдыға жылшып жазам. Сонда 1000 шықты. Ербол сымды әрқайсысы 3 сантиметрден 6 қабырғасы бар фигура шығатындай етіп майыстырды. Бұл фигураны қалай атауға болады? Фигураның периметрін тап. Міне осындай фигура пайда болды, 6 қабырғасы бар. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 қабырғасы бар. Әр қабырғасы 3 сантиметрден, Енді бұл фигураны қалай атауға болады? Фигураның периметрін тап. Бұл фигураны біз немесе 6 бұрыш дейміз, немесе көп бұрыш дейміз, Фигураның периметрін табамыз. Периметрін қалай табамыз? 6 периметрін табу үшін, яғни әр қабырғасын қайтеміз? Қосып шығамыз. Яғни 3 қосылған 3, қосылған 3, қосылған 3, қосылған 3, қосылған 3. Сонда 18 сантиметр. Немесе не істейміз? 3 сантиметрден 6 қабырғасы болғандықтан біз 3-ті 6-ға көбейте аламыз. Сонда 18 сантиметр болады.